Әйел адамда эмоциональный проблема болған кезде, ода СДВГ болған кезде, ол больше покупка жасайды. Косметика соңғы жылы 4 миллиард долларға сатылған. Егер де біз өзіміздің әкелерімізге қарайтын болсақ, депрессия деген хуйня болмаған. Шлюхообразный образда өмір сүретін болсаң, сен қалай мужественный еркекті, сен қалай бай еркекті сен күтесің? Қазіргі проблема обществодағы, именно әйел адамдарындағы, еркек адамнан ақшадан басқа еш нәрсе көрмейді. Біз сіздерге гүл керек екенін әлі түсінген жоқпыз. Простатит демейді деген нәрселердің қаншалықты өршіп кеткеннен жігіттерде проблема өте көп екенін түсінсек болады. Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен мен Қанат Жаңбырбайұлы. Бүгін Кану подкаст каналында бізде қонақта өзімнің тезкам, жалпы өмірде кәсіпкер, еркектерге арналған дискомфорт клубының негізін қалаушы Қанат бауырымыз. Қош келдің. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңыз қалай? Алейкум ассалам. Қанат бауырымызбен осы бірнеше күндікте аяқ астынан маған осылай жазып, бір ұсыныспен келісіп, давай осындай бір тақырыпта подкаст түсірейік деп, осылай аяқ асты шешіліп осылай подкаст түсіріп жатырмық. Особо дайындалған материал жоқ, бірақ бүгінгі контекст жалпы еркектер тақырыбын барынша ашатын болам, және Қанат өзінің жалпы осы саладағы белгілі бір экспертизасымен бөлісетін болады. Көбінесе осы еркектер және тестостерон саласына қатысты. Өзіңді таныстырып өтсең, Қанеке, жалпы кімсің, қайдансың, немен алып жатсың? Тағы да ассалаумағалейкум жігіттер, мен жігіт емес адамдар. Менің есімім Қанат болады. Қазіргі уақытта Қазақстандағы ең үлкен дискомфорт клубының негізін қалаушымын. Дискомфорт клубында біз именно жігіттердің самооценкасы, тестостерон жайлы, спорт жайлы и табыс табуға байланысты өте көптеген ақпараттармен бөлісеміз. И то же самый кәсіпкермін. Алматыда бізде чекап бойынша орталық бар, яғни адам өзінің денсаулығын тексеру үшін чекапқа келсе болады. Тестостерон полный анализін алады, яғни бізде полный анализ болады, даже оның психический состояниесі, сүйегінің качествосы, даже оның спермасының качествосы деген сияқты біз полный анализ тапсыруға болады. Ол белгілі бір құрылғылар ма? Құрылғы бар. Сол құрылғылар арқылы тапсырамыз. Сол чекаптан кейін ары қарай уже белгілі бір баттар алуға болады, белгілі бір рекомендация аламыз, физически. Өйткені адам өзінің гормоны егер нормальный болып тұрса, допустим, ода витаминді организмда көп, и ол тұрады да витаминді оказывается адамға қажет екенде естейді басқа жерден, тиктоктан естейді. Ол білмейді, ода көп па аз ба. Ода көп, и ол алады добивать етіп, бадылар алады, дәрі салады, немесе басқа нәрселер істейді. Витаминді организмда көбейген сайын, естественно, любой гормон адамда артығымен болған кезде, оның организмда зиян болады. Сол себепті біз бұл индустрияны нормальный қылып, яғни адамдарға жеткізу керекпіз, что каждый адам, кәсіпкер болмаса да, ақшасы аз болса да, өзінің денсаулығын алдын ала тексерту қажет. Қош келдің тағы да. Жалпы енді сенде парақшаңда Қанат тестостерон деп тұр. Сен жаңа сөйлескенде де білдім, көбінесе сен осы тақырыпты тереңінен жаңағыдай меңгеріп, зерттеп, жілігін шаққан адамсың. Сол үшін жалпы тестостерон туралы айтып өтсең, ол не үшін қажет, жалпы ол не еркектерге не үшін қажетті? Ең бірінші біз түсініп алу қажетпіз. Тестостерон деген не? Тестостерон деген бұл негізгі функциясы, бұл потомство қалдыру. Егер де еркек адамда тестостерон жоғары болатын болса, ол ұрпақ қалдыралады, генетически жақсы ұрпақтар қалдырады, яғни дені сау, и при этом уже генетикалық тұрғыда ол өте жақсы болып туылады да балаша. И одан бөлек тестостеронның басқа да функциялары өте көп. Тестостерон бұл гормон хищника, гормон қорғану емес, хищниктің гормоны, завоевать ету. Өздеріңіз көріп жатқан үйлерде, ғимарат үйлер, жолдар, былайша айтқан кезде ауыр жұмыстардың барлығын жасауға бізге көмектесіп жатқан, адамдардың цивилизациясының дамуына көмектесіп жатқан гормон, что әйел адамдарына безопасный мемлекет жасауға тырысып жатқан, еркектердің более мужественный болуына, өзінің айтқан сөзінде ұстауын, барлығын былайша айтқан кезде қамтамасыз ететін самый главный гормон деп айтсам болады, еркек қауымындағы. Енді сол білуімше осы қоғамда проблема бар еркектерде, біздерде. Жалпы тестостерон түсіп кетті аз дегендей соған қатысты ойыңды айтсаң, жалпы бізде проблема бар ма біріншіден ондай бізде? Болса, оның себептері қандай сенің ойыңша осы?
Да, проблеманың бар екенін біз қай жақтан көрсек болады. Егер де біз өзіміздің әкелерімізге қарайтын болсақ, 90-шы жылғы еркектерге қарайтын болсақ, біз ол адамдардың аузынан менде бүгін энергия жоқ, менде депрессия, менде стресс деген сөздерді біз естідік па? Мен бүгін жұмысқа бармаймын, себебі менде шаршау болып жатыр деп ше? Жоқ, естіген жоқпыз. Себебі оларда ондай, былайша айтқан кезде, сіздерде боқтауға бола ма негізі? ютубта цензура бар ғой, пик кететін жібереміз, боқтай бер. В целом депрессия деген хуй болмаған. Ал қазіргі жігіттерде бар. Яғни оларда чуть бір нәрсе бола қалса, менде депрессия и жұмысын бастамай бастайды. И даже біз осыдан түсінсек болады, энергияның болмауының негізгі себептерінің бірі, что бұл тестостеронның төмендеуі. И бұл барған сайын төмендей береді. И мужественный еркектер барған сайын азая береді. Вот. И біз тағы да қай жерден көрсек болады, бізде Қазақстанда өзі и так 7-8 миллион еркек болады. Еркек бар, таза қазақ. Оның біздің урологтардың статистикасы бойынша оның 1,5 миллионы бесплодный. И бұл өте үлкен статистикада, бұл емделеді негізі. Бірақ та қазір сол анализ тапсырып жатқандардың анализі бойынша 1,5 миллион еркек. Бұл өте үлкен статистикада негізі ше, что олардың бесплодный болуы. Оның басты себебі тестостеронның түсуі ма сонда? Басты себебі тестостеронның түсуі. Оған не себеп болды? Тестостерон түсуінің негізгі себептерінің бірі бұл определенный еркек адамдардың зависимостьтары болуы. Ол спиртнойға немесе питанияның дұрыс емес болуы, және де оның психический состояниясы. Егер де еркек адамда психический состояние, оның самооценкасы дұрыс емес болатын болса, оның тестостеронмен проблемасы болады. Яғни главный психический бізге проблема беретін нәрселердің бірі именно тестостеронды түсірткізетін. Бұл порнография и мастурбация. Именно осы екі зависимость еркек адамның ез болуына и энергиясының болмауына негізгі кедергісін келтіріп жатқан заттардың бірі. Неге? Себебі, естественно, порнография көрген кезде еркек адамның самооценкасы құлайды. Ол жерде ол жақта актер бар екенін түсіне алмайды адам ше. И сол себепті ол анжаққа қарайды, и өзіне қарайды, и ан жердегі қыздарға қарайды, и өзінің қызына қарайды. Не ода двойные стандарты болады да, что ан жақта басқа әлем, мына жақта басқа әлем. Ан жақтағылар успешный, мына жақтағылар өзі не успешный, и өзін не здраво салыстырады да. Салыстыру керек, бірақ та ол не здраво салыстырады да. И сол себепті оның тестостероны құлай бастайды. И порнографияны көрген кезде ода естественно зависимость болады. И ол зависимость көріп атқан кезде сен құр қарап отқан адам естіген жоқпын ше, ондай болғанша ол естественно өзінің қолымен дос болады. Еркек адам өзінің қолымен дос болған кезде оның естественно то же самое самооценкасы құлайды, и оның чувствительность болады, тағы да басқа проблемалар өте көп та. И мен бұл примерді сіздерге в целом жануарлармен түсіндіріп бергім келіп отыр, что тестостерон мен мастурбацияның қандай байланысы бар деген нәрсені. Маймылдар. В целом любой жануар мастурбациямен айналысады. Даже тиындар да айналысады. Бірақ неге олар онымен айналысады? Потому что оларда түнде біздің еркектер сияқты артық спермаларды бүйтіп тазартып тастайтын функциясы жоқ та. Ал адамдарда бар. Сол себепті оларға воздержание ұстау қажет. Ал именно маймылдар неге айналысады? Ең жақын, былайша айтқан кезде, жануар бізге маймыл болғаннан кейін маймылдар стадамен жүреді. Олардың главный вожагы болады, стадасы болады, яғни олардың главный адамы, ханы деп айтсақ болады. И главный ең жақсы маймылдар, ең жақсы әйел маймылдардың барлығы сонымен половой отношениеге түседі, яғни главармен. Енді басқа еркек маймылдар бар ғой. Олар то же самое шығару керек. И олардың енді духы жетпейінен кейін, бірақ та өзінің іс-әрекетін жасау керек болғаннан кейін олар мастурбациямен айналысады. Енді біз осыдан түсінсек болады, что то же самое адамдар жасаған кезде, оның самооценкасы төмен болғаннан кейін, ол самоуверенный болмағаннан кейін, өзін еркек қатты сезіне алмағаннан кейін, осындай задачаларға, осындай адам жеркенетін нәрселерге барып бастайды. И бұның тағы да басқа бөлек проблемаларын айта кетсек, негізі, сразу жалғастырып кетсек, ең главный проблемасы бұл куколдизм деп айтады.
именно тестостерон темасын именно осындай тақырыптарды көп қозғағаннан кейін маған енді әртүрлі адамдар консультацияға келеді. Енді гендерлік сәл ауытқулары бар адамдар да келеді деп айтсам болады. И сонымен қоса куклт жігіттер де келіп жатады. Яғни куклт деген не, біз соны түсініп алу қажетпіз. Өте көп адамдар кукла мен куклтты шатастырады да. Куклт деген бұл кукла емес. Куклт деген бұл өзінің әйелі. Басқа адаммен періскеннен соған қарап мастурбация жасап рахаттанатын еркек. Миға сыймайтын нәрсе. Бірақ та консультацияға маған осындай еркектер келеді. То есть сол жаңағы сен айтып отқан психический расстройство, манағы порнография соған алып келеді, сол себепке солай ма? Иә. Неліктен? Себебі ол еркек адам порнография көрген кезде ол өзіне ұнайтын қызды таңдайды ғой. Өзіне ұнайтын жанрды таңдайды. Өзіне ұнайтын қызды таңдайды да, и сол жерде енді соған қарап өзінің іс-әрекетін жасап бастаған кезде ол өзіне ұнайтын қызбен половой отношениеге түсіп жатқан кім? Басқа еркек қой. И оны ол қайталап көре береді, и оның фетишімен ол өмірде оны қайталағысы келеді. И ол оны өмірде қайталайды. Это большая проблема. И бұл шетелде енді өте көп, и шетелге бұл норма болып бара жатыр, что өзінің әйелі басқа еркекпен періседі, и ол даже қызғанбайды деген сияқты. И то же самое қазір енді еркектерге қараймыз ғой, өзінің әйелін публикаға салып қояды, и при этом қызғанбайды. И для меня это нелогично, сен қалай өзіңнің әйеліңді публикаға көрсетесің. И бұл да бір определенный куколдизмнің причиналары деп айтсам болады. Вот. То есть сенің жаңағы әңгімелеріңді қорытындыласақ, тестостеронның құлауына басты себеп порноиндустрия, сосын психологиялық жаңағыдай самооценканың түсуі, онымен қатар физический, то есть физический спортпен айналыспау, физикалық активность жасамау, то есть оның ішіне манағы режимда кіре ма? Өте обязательно. Тұру ерте. Өте. Яғни біз түсіну керекпіз, егер де сіздердің гормондарыңызда тестостерон, мелатонин, дофамин барлығы нормада болғанын қаласаңыз, сізде енді біз бұл жерде түсіну керекпіз. Бұл жерде определенный дисциплина жоқ. И біз индивидуалды бәрі. Индивидуалды болғанда барлық адамға бірдей норма бар. Бірақ та ол ауысып отырады да. Бұл жерде біз именно енді дінге келсек болады да. Ислам дінінде бізде енді барлығымызды сәжде скачать етіп алсаңыз болады, егер де сіз даже намаз оқымасаңыз да. Құптан намазы болғаннан кейін бірден ұйықтасаңыз болады. Яғни ол қыста басқа уақытта, жазда басқа уақытта. Яғни құптаннан кейін бізде именно 4 сағат бар. Қазіргі уақытпен примерно қарайтын болсақ, сағат түнгі 12 мен түнгі 10 мен түнгі 12-нің арасында бізде қатты фаза болу керек. Яғни даже түс көретіндей состояние болу керек та. Значит, біз қаншада ұйықтау керекпіз? 8:30-да уже біз төсекке барып телефондардың барлығын өшіріп ұйықтау керекпіз. Именно осы уақыттарда бізде бүкіл гормон дұрыс бөлінеді. Вот. Баяғы кезде күннің батуымен жатып, атуымен тұрады деп айтылады ғой. Күн шыққанға дейін біз 1 сағат ерте тұру қажетпіз ғой. Мелатонин сосын неше түнде 2 мен 4-тің аралығында бір белгілі бір уақытта бөлінеді ғой. Сол уақытта біз ұйықтап жатпасақ, онда уже күніміз бекер деп айтылады, Сосын онымен қатар баттар, вообще оған қатысты ойың, бат, гормональный нарушение болады. То есть ол как основа ма, әлде ол просто как комплектующий, манағыдай бір қосымша бір саған сені күшейтуге арналған бір құрал ретінде ма. То есть потому что мен тоже жақында бір сондай бір дискуссия болған. Жаңағыдай өмірінде физика жоқ, жаяу жүру жоқ, жаңағыдай таңертеңгі бір режим жоқ. Бірақ бат жағынан жақсы тәртіп бар да. Соған қатысты ойыңды айтсаң жалпы. Қараңыз, именно бады кешкен кезде адамда сенім деген нәрсе болуға жетті. Егер де ол даже аспирин ішетін болса, бірақ та оның көмектесетініне ол сенсе, оған ол көмектеседі. Бірақ та біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Бады бұл стимулятор. Яғни сенің өзіңде первый очередь әрекет болуға жетті. Күшейтеді. Егер де сен бойыңды өсіргің келсе, витамин D-ні іше берсең, ол одан өспейді. Сен параллельно определенный жаттығуларды жасауға жетсің. Сен созылу керексің, тартылу керексің, турникке тартылып тұру керексің. Яғни дисциплинамен сен істеу керексің, параллельно ішесің. Вот. Бат тек күшейтеді дейсің ғой. Тек күшейтеді. Осылай. Сол тақырыпты мына көрермендерге де максималды тұрғыда түсінікті болсын деп не істеп жатқан. Сосын примерно қоғамдағы осындай бір жағдайға қатысты жаңа айтып өттің, енді
сен енді осы салада көбінесе еркектермен жұмыс жасайсың, жаңағыдай белгілі бір проблеманы тереңірек білесің. Енді соған қатысты жалпы қандай еркектердің қазіргі проблемасы қандай вообще? То есть не мазасызданады, не үшін олардың тестостерон деңгейлері түседі ма? Сен айтып жатқандай 1,5 миллион адам бізде бесплодный деп жатсыз да. Значит, қоғамда бір первопричиналар бар да, сондай себеп салдар алып келіп жатқан. Соның сенің жаңа наблюдениең қандай? Иә, біз бұл сұраққа жауап беру үшін тестостерон жоғары елдерге қарау керекпіз да. Бұл Монғолия, Өзбекстан, Дагестан, Африкадағы мемлекеттер. Олардың егер де біз еркектеріне қарайтын болсақ, естественно, ол бізден қарағанда больше массивный, бізден қарағанда больше. Қазақстан нешінші орында әлемде қазір? Өте аз жағында. Кореядан төмен ғой. Корея қанша орын шамамен? В целом реттілікті ол постоянно ауысып отырады, но ең бірінші орында бұл Монғолия. Алдыңғы жылы топ 50-де бармыз ба? Топ 50-де біз жоқпыз. Астындамыз ғой біз өте. И сол мемлекеттерге қарай. Пример ретінде біз Монғолияны әкелсек те, Дагестанды либо Африканы әкелсек те, ол жақта өмір сүру салты өте қиын. Өте қиын. Не суық, не ыстық, не тамақ жоқ. Саған постоянно охотада болу керек. Немесе енді салт дәстүрлер де басқаша да, яғни постоянно еркек адамда дискомфорт болады. Енді біз өзіміздің мемлекетке қарайық. Бізде комфорт. Қазақстан өте дамып кеткен. Цифровой жағынан да, барлығынан да. И бізде түсіне алмайтын нәрсе бар да, что Қазақстанды оскорблять ететін адамдар Қазақстанның ішінде тұрып, Қазақстанның суын ішіп оскорблять ететін адамдар өте көп. Нау не то, жауапкершілікті басқа адамға лақтырғанды жақсы көреді. Қазір үкіметті жамандайтын сол жалпы. Бірақ та егер де ол просто алысқа кетпей шетелдерге шығып көретін болса, ол Қазақстанның қаншалықты цивилизованно дамып кеткенін түсінетін еді. Даже біздегі цифровой заттар бар ғой, телефондағы приложениялар, ол Европада жоқ. Даже біздің по документациям ЦОМ болсын, басқа нәрсе болсын. Егов, Каспий бақтайды ғой. Жоқ олар. Әлі почтамен жүр өте көп деген, сендер дамып кетті деген мемлекеттердің өздері. Не Қазақстан өте қатты дамыған, и сол себепті комфорт өте қатты. И біз оны қаяқтан түсіне аламыз? Япония. Япония последний орында да. А ол қалай дамыған? Өте қатты дамып кеткен, и бүкіл обстоятельствоны адамдарға арнап жасаған. И тестостерон өте төмен. Вот. То есть, бұл жерде мен келсем, жалпы менде жалпы осы даму үстінде әртүрлі бағыттарда жаңағыдай психология, психотерапия, сюцай бағыты, цифрология. Просто сонда жалпы еркекті бұзатын нәрсе ол комфорт. Және де мен тәжірибе жүзінде айта аламын да. То есть ер адам жаңағыдай тұрып манағыдай басқа жаққа көшіп кететін болса, смена обстановка болатын болса, уже сен қаласаң да қаламасаң да манағы морковка сзади дейді ғой. Саған сондай бір жағдайлар болса, сен уже дамайсың да. Сенде уже жол жоқ басқа. И сол кезде кез келген қазір біз бір үлкен нәтиже жасаған, миллиардер мықты нәтиже жасаған кәсіпкерлер тыңдайтын болсақ, барлығы үлкен қарыздардан ең дноның дносынан максималды өсіп кеткен екен да. То есть квантовый скачок болған да. Демек, адам жақсы өсу үшін ол жақсы дискомфорттың мықты сондай бір именно еркекке қатысты, соған сол тараптан сенімен келсем, сол жалпы сенің бұл әңгімеңді қорытындыласақ, сол бізде қазір комфортқа түсіп кеттік біздер. Соның себеп салдарынан біз қазір жалпы еркектер ез болып бара жатыр. Сондай тұжырым бол, солай ма? Енді адамдардан андай сұрақ туындауы мүмкін. Африкадағы біз состояниені білеміз. Оларда су өте аз, тамақ аз, свет жоқ. Сонда біз мужественный болу үшін, больше еркек болу үшін сол өмірді орта ғасырға оралу керекпіз ба дейсің? Біз әкелу керекпіз ба деген. Жоқ. Біз просто мына комфортный өмірде определенный заттарды біз просто дискомфортқа айландыруға қажетпіз. Сен ыстық суға шомылма. Сен контрастный душ қабылда, немесе мұздай душ қабылда. Сен жылы төсекке жатпа. Сен сәл қаттылау төсекке жат. Сен ыстық комнатада жатпа. Сен терезені ашып қой. Сәл суық болып тұрсын. Яғни осындай базовый заттарды біз жасау арқылы. Ерте тұр дейсің. Ерте тұр. Дискомфортно это. Вот. Осындай базовый заттар
кардинально сенің тестостероныңды и сенің өміріңе андай бір определенный қиындықтар туғызады да. И одан кейінгі нәрсе, именно табыс табуға келген кезде де сәл больше өзіңді қинасаң болады ше. Новый нәрселерді тестировать етіп, рисковать ет дейсің. иә, рисковать етіп. Но енді рисковать еткен кезде мынандай сөз маған өзіме қатты ұнайды да. Тәуекел еткің келсе, бірінші түйеңді бойла деген. Бұл сөздің мағынасы, сен тәуекел етпей тұрып, бірінші рискті минимализировать ет, түйең қашып кетпейтіндей. Сенде определенный страховка болу қажет, үй болу қажет, определенный базовый заттар болу керек та. Бұл тамақ, бұл киім, бұл үй. Вот. 7 рет өлшеп, 1 рет кес дейсің. Иә. Бірақ та осы базовый заттар болып тұрып, егер де сен рисковать етпей жатсаң, тогда проблема ғой. Жаңағы айтылып жатқан тақырыптарға қатысты сенде мынағы мен сені жалпы сол нелерден көрдім ғой, манағыдай бір белгілі бір ойыңды триггерлік бір видеолар болды да, қарым қатынасқа қатысты, қоғамдағы қыздардың рөліне қатысты, оларға қатысты өзінің ойыңды бір какой-то триггерный бір, мен қазір шынымды айтсам дословно уже есіме түсіре алмаймын, бірақ бір белгілі бір сондай триггерный роликтарымды көзіме түсті да. Бір жерде келістім, бір жерде мүмкін келіспеген шығармын. Енді жалпы сен сол жаңағыдай жалпы бір белгілі бір контекстте жүрген адам ретінде айтсаң, жалпы қоғамда қазір қандай проблема вообще? Мына еркек пен әйелдің қарым-қатынасы жағынан қарайтын болсақ. То же самое біз статистикаға қайтып оралсақ болады. Біздің көрші мемлекет бар, Өзбекстан. Неге оларда высокий тестостерон? Егер де сіз өзбекша қызбен сөйлесіп көретін болсаңыз, олардың өздерінің күйеулерін құдайындай сыйлайтынын сіз көрсеңіз болады. В целом, өзбекшалармен сөйлесіп көрсеңіз, танысып көрсеңіз, таныстарыңыз болса, сіздерде келісесіздер деп ойлаймын, что олар өздерінің күйеуін құдайындай сыйлайды, и оларда жестокий патриархат. И бұл дұрыс, и бұл солай болу қажет. Еркек адам өзін маңызды сезінген кезде, сол кезде ода тестостерон высокий болады, и ол өзін обществоға керек сезінеді. И сол кезде ғана ол үлкен белестерге жете алады, өзін хан сезінген кезде ғана, өзін керек сезінген кезде ғана. Ал енді біздің қазақтың қыздарына қарайық. В целом, негізі Қазақстан өте жақсы мемлекет, шетелге шыққан кезде ғана түсінесің оны. Бірақ та бізде сәл ненасытность деген нәрсе бар да. Біздің енді барлығында деп айтпаймын, бірақ өте көпсінде. Кімді триггерить етіп жатыр сода? Триггерить етпейтін адамға, просто өткізіп жіберетін адамға бұның ешқандай қатысы жоқ. Бірақ кейбір қыздар кәдімгі кипишовать етеді. Просто мен равноправие жайлы айтқан кезде. Равноправие бұл именно счет төле деген теманы мен айтып жатқан жоқпын. Мен просто сен егер де өзің қысқа киінетін болсаң, шлюхообразный образда өмір сүретін болсаң, сен қалай мужественный еркекті, сен қалай бай еркекті сен күтесің, и оны талап етесің, махрге үлкен ақша сұрап деген сияқты теманы айтқан кезде, кипишовать етіп кетеді да кейбір қыздар ше. Ну, это же ненормально. Солай. И оны нормализовать еткісі келеді. Это же ненормально. И осы тақырыптарды қозғаған кезде енді кейбір қарындастарымыз кипишовать етеді. Яғни сенің жаңағыдай позицияң, ол еркек адамды қыздар құрметтемейді. Жаңағыдай равноправие бар қоғамда, белгілі бір соның салдарынан жалпы тестостеронға тікелей сол себеп болып тұрған, солай ма? Бізде сәл нездоровый салыстыру бар да. Себебі қыздар өте қатты талап қояды бізге. В целом енді мен өзім екінші соғыдан былай жігіт болғаннан кейін, и в целом менің ровесниктарым универларын бітіріп, енді жұмыстарға кіріп жатыр да. И олар енді тоже самый 13 жаста отау үйесі, и біз 13 жаста үйленген жоқпыз. И біздің қазір в целом біздің жастағы жігіттердің үйленетін уақыты. И олар үйленгісі келсе, махрге бешеная сумма, қалмау. Енді мен оларды жаман деп айтпаймын, бұны істемеу керек деп айтпаймын. Бірақ та талап қатты да, яғни именно 18 немесе 20 немесе даже 23 жастағы жігіттен 30-40 жастағы жігіттер әрең добиваться еткен нәрселерді прям талап қылып қояды да. И сол себепті жігіттердің қазір көбісі в целом әйел адамдардың көзінше әдемі кино ойнату үшін, хотя бы олармен сөйлесе алу үшін өте көптеген микрозаймдарға немесе кредиттарға кіріп жатады. Чтобы өзін просто нормально сезіну үшін средада. И
главный причинасы, что кино ойнатады. Қазіргі біздің обществода біздің жігіттер екі жұмыс жасайды да. Ол өзінің бірінші основной жұмысы немесе кәсібі, екінші ол әйелінің немесе қызының алдында кино ойнатады. Что ол успешный, что ода барлығы жақсы, что ода проблема жоқ, что ода вообще проблема жоқ, ол ешқашан жыламайды. Себебі біздің көптеген кейбір қарындастарымыз, енді кейбір ажырасқан коучтарды көргеннен кейін сөйтіп айтамыз, олардыға енді андай жау сияқты көреді да көп еркектерді ше. И еркектер подстраиваться етіп жатыр. Потому что әйел адам еркексіз өмір сүре алмайды, а еркек адам әйелсіз өмір сүре алмайды да. Ал қазір просто общество екеуін бір-біріне жау қылып жатыр да. Чтобы просто зарубить бабло. Чтобы просто ақша табу үшін. Осындай, андай. Болмайтын заттарды айтады да. Что мынандай зат істемеу керек, бүйтпеу керек, сөйтпеу керек, балаңды емізбеу керексің деген сияқты. Миға сыймайтын дүниелер ғой, сен маңызды емессің деген сияқты бізге батыстың обществосын, батыстың понятиясын кіргізгісі келеді. Это ненормально. Иә, позицияң жақсы түсінікті. Мына жерде мен айтылып отқан әңгімеден бір жаңағыдай үлкен минус көріп тұрмын, и плюс та көріп тұрмын да манағы. То есть, мысалға әйел адамдардың талаптарына қатысты, иә. То есть, үлкен талап сұрайды. Шын мәнісінде, ну, как бы неадекватный талаптар бар да. То есть, ол, ну, объективно, ол жасы ол даже 20 емес, ол 30-40-тағы адамдарда ол нені екі талай ондай нені орындап беру, иә. Екінші жағынан, вообще манағы біз тестостерон қатысты айтып жатырық. Еркектер ол өзінің натурасында олар жаңағыдай жаулаушы ғой, былай айтқанда, иә. Ол жаңағыдай бір жаңа бір дүниені жасасам, әлемді жауласам деген сияқты баяғы кезде елді, жерді отарлап жауласа, қазір кезде бизнес ашу, жаңағыдай біздер Снейхан деген бізде шоколадтар шығардық. Сол кезде жаңа мақсат полкулерді жаулау деп айтатын болдым да. Полкулерді жаулау деген сияқты. И айтқым келіп тұрған, сондай талап бір жағынан жақсы деп ойлаймын еркектерге біздің комфортқа түсіп кетпеу үшін. То есть, когда қыздардың планкасы болса, и хотелкалары болса, еркектерде расслабляться етуге жаңағыдай вариант қалдырмайды деген сияқты. Сол үшін мен бір екі жақты несін көріп тұрмын да. Жоқ, ол дұрыс нәрсе. Әйел адам талапшыл болу қажет, бірақ өз орнымен. Қыз балада әйел адамда. И бұл жерде мынандай бір мәселе бар да. Қазіргі проблема обществодағы, именно әйел адамдарындағы. Еркек адамнан ақшадан басқа еш нәрсе көрмейді. Еркек адам ақша таба ала ма? Болды, мен күйеуім, мен өмір бақи бағат, ол машинасы бар, оның үйі бар, болды деп ойлайды да. Бірақ та на самом деле, олардың олай істеуінің негізгі причинасы бар да. Оларға өздерінің балдары комфортта, яғни защитада болған қалайды. И қазіргі уақытта оны бізге бере алатын нәрсе бұл ақша. Бұрын әйел адамдар мамонтты өлтіре алған жігіттерді таңдайтын болса, қазір ақшаны таба алған жігіттерді таңдайды да. Бірақ та бір момент бар да. Еркек адамның ақшадан басқа ценностары бар ғой. И оны көрмейді да. И ол нәрсеге мән бермейді. И содан кейін сондай жігіт таңдап алады. Может быть, ол жақсы ақша табады. Бірақ та ол әйел адамдардың мүлдем істей алмауы мүмкін да. И одан кейін мені ұрды, немесе измена жасады деп жылап жүреді. Бірақ та ол чисто, да, ақшасы үшін ғана таңдады. И дальше не күтіп отыр ол. Біз бір мәселені түсіну керекпіз. Неге қазіргі уақытта ажырасу қатты көбейіп кетті? Бұның негізгі мен көретін бірақ причинасы бар. Әйел адамдар еркектер өзгереді деп ойлайды, еркектер әйелдер өзгермейді деп ойлайды. На самом деле наоборот. Әйел адамда гормональный фон бар. Әйел адам бала туады. Әйел адам постоянно өзгерісінде болады, психически. Ол ай сайын өзгереді. Ал еркек адам өзгермейді. Егер де ол до этого лудоман болса, егер де ол әйел адамдардың до этого тәрбиелемеген болса, ол наркоман болса, оның определенный зависимостьтары болса, ол оны реттей алмайды, потому что ол до конца солай кетеді. Егер де ол до этого бірақ... Қандай шешім бұл жерде? Шешім просто қазір қандай адам сондай қылып таңдау керек та, просто критерияларына қарау керек та. То есть сразу өзіңе қажеттісіне таңдау дейсің ғой, иә? Иә, сразу таңдау керек. Өзгереді деп күтпеу керек. Иә, мына жігіт жақсы, бірақ та андай-мындай жерін өзім өзгертіп аламын дейді. Ол мүмкін емес дейсің. Мүмкін емес нәрсе. Еркек адам ешқашан өзгермейді. Еркек адам постоянно өзінің әкесіне ұқсайды. Оның әкесі тастап кетсе де, оның әкесі там
ұратын болса да ішетін болса да еркек адам өскен сайын побольше өзінің әкесіне ұқсап бастайды. Ол тырысса жақсы ұқсамауына, егер де ол нейтральный болса. Бірақ та кімнің қанысын сен соған тартасың. Иә, мына жерде мен жалпы әйелге қатысты да сол жұмыс жасайды деп ойлаймын, солай. Өйткені әйелге қатысты да сен бар ғой жаңа қоғамда, мен осы қызды негізі ар жағы жақсы қыз, бірақ андай мындай еркеліктері бар, ертең өзім тәрбиелеп аламын дейді да. И көбіне көп просто адамның өзгеруіне негізі белгілі бір уақыт болады да, әркім өзінің жаңағыдай трансформациясына келеді да негізінде. Бірақ ол біреуде 30 жаста болуы мүмкін, иә, жаңа кризис среднего возраста 33-те, біреуде ол 40-та болуы мүмкін дегендей. Адам жалпы негізінде айтады ғой, екі түрлі жолмен өзгереді дейді. Біреу білім арқылы, екіншісі кризис арқылы өзгереді дейді. И қоғамда мысалға қазір қарасаң, мықты коуч, психологтар, именно әйелдер практически бәрі ажырасқан. Бірақ ол шынымен де мықты да олар, көбінесе. Не үшін? Өйткені олар үлкен кризиста болған, олар кешегі жаңа қонақта болған Сәуле ханым да өте мықты кісі. Ол да айтады да, мен өзім сонда ясама деген әйел болдым, күйеуім ауырды, өлді, мен соны өлтіруіне бір себеп болдым дегенге келтірді. Но мен түсіндім дейді да, как нельзя строить отношения. То есть адам өзінің жаңағыдай бір нәрсені әбден аузы күймейінше көбіне түсінбейді да. Сол үшін жаңа сен айтып жатқан еркектерге қатысты жаңағыдай қарау, еркек өзгермейді деген, мен ойымша әйелге де солай сияқты. Хотя сен айтып отырған дұрыс, әйел еркекке қарағанда тез өзгереді, ол ай сайын өзгереді. Жаңа құбылмалы ғой былай қарағанда. Енді жалпы осы контекстті ары қарай айтатын болсақ, қандай тағы да өзекті бір мәселе бар. Енді бір нәрселерге цензура бар, иә, то есть оны біз жаңағыдай гендерлік жағынан кішкене бұзылған адамдар бар дейсің. Ол тақырыпты айналып өтейік, солай ма? Иә, ол адамдар маған консультацияға келеді, бірақ та ол тақырыпты қозғамай ақ қояйын. То есть бұндай жерде блокқа кетіп қалуы мүмкінбіз. Уже қаншама аккаунт блокқа кетті, бан, қаншама подписчигі бар заттар. Просто психически дұрыс емес нәрсе деп айтқаным үшін банға кетіп қалды да. Жарайды, онда каналымыз әлі енді дамытып жатқанда банға кетіріп алмайық. Ол тақырыптарды айналып өтеміз. Жалпы қандай тағы да өзекті мәселе бар осы контекстті айтатын болсақ? То есть біз тестостерон туралы айттық, қарым-қатынас туралы айттық. В целом біз түсіну керекпіз, әйел адам еркек болып көрмеген, еркек адам әйел болып көрмеген. Екеуі бір-бірін түсіну өте қиын. Біз еркек адамдары, әйел адамдары сіздерге обращение. Біз сіздерге гүл керек екенін әлі түсінген жоқпыз. Естественно айтатын болсақ, керек сендерге. Просто аласың, бересің, и ол 3 күннен кейін солып қалады. И при этом оның ақшасы өте, нормально тұрады да. Бізге ол вообще нелогично. Бізге лучше сендерге киім, подарка, хотя бы телефон деген сияқты ақшасы қымбат бола берсін, бірақ та біз сендерге ол заттың қалғанын қалаймыз да сіздермен бірге. Бірақ та сіздер побольше гүл қалайсыздар. И біз бұны түсінбейміз. И то же самое сіздер бізді түсінбейсіздер. Сіздерге біз айтамыз. Өзіміздің қыздарымызға, қарындастарымызға қысқа кимеңіздер. Себебі сіздер еркек болып көрген жоқсыздар деп. Өйткені бір кісінің айтқан сөзі бар. Егер де әйел адам еркек болып бір күн өмір сүріп көрсе, ол полный оранатын еді. Даже көзін де ашпайтын еді деген. Яғни, сіздерде енді андай сұрақ туындайды да, мен оны өте көп байқаймын. Сіздер адамсыздар ғой. Қалай сіздер өздеріңіздің определенный эмоцияларыңызды басқара алмайсыздар деп. Сіздер еркек болып көрмедіңіздер. И бізде тестостерон деген гормон бар. И тестостерон выше көрінген сайын еркек адам енді охотаға шығады ғой. И сіздер түсіну қажетсіздер. В целом тупить етеді ғой бұл еркек адамды. Нормально ойлана алмайды, нормально сөйлей алмайды, өзін нормально ұстай алмайды, когда бір қыз просто өткен кезде. Бәрі артынан тесіледі. Бәрі тесіледі. Даже әйел адамдар сіздер түсіну керексіздер. Егер де ол тесіліп қарамаса, значит, ода проблема бар. Ол қарау керек. Ол еркектің натурасы сондай да. Потому что в целом спортты алып қарайтын болсақ,
теннис бар, волейбол бар, и олардың әртүрлі түрлері бар да. И байқасаңыздар өте көбісіне андай қысып тұратын шорты киеді да олар ше. Немесе андай сәл шорты киеді, қысқа киінеді. И бұған өте көптеген жауабы бар негізі әйел адамдар тарапынан. Олар тенниске қатысатын әйел адамдар, сол волейболисткалардың көбісі бізге ыңғайсыз дейді. Бізге ыңғайсыз, сіздердің беретін талаптарыңыздағы форма ыңғайсыз. Потому что олар одан штрафқа түседі. Бірақ та неге олар шорты киеді? Потому что ол спортты еркек көреді. И сол себепті еркектер там ставка тігу үшін, и олар больше қарау үшін осындай қысқа киімдер кидірткізеді. И олар сол себепті қысқа киіммен больше билейді. И то же самый Америкадағы жаңалықтарды білесіздер, иә? Жаңалықтар болсын. Олар погоданы айтсын адамдарға, қазір погоданы көру особо қатты. Телевизордан көру бұл қате дүние да. Күнә деп айтсам болады да. Миға сыймайтын дүние да. Неғып ояқтан көресің деген нәрсе бар. Бірақ та олар адамдарды көрсету үшін, олар рекламадан ақша табу үшін то же самый мына жерлерін, бөкселерін ашып қояды әйел адамдар. Неліктен? Себебі больше внимания әкелу үшін. Енді біз бір моментті түсіну керекпіз да. Әйелдер неліктен қысқа киінеді, хотя еркектер ескертіп атса да. Бірақ кимейтіндер де бар. Бірақ та мен бұл жерде киетіндер жайлы айтқым келіп отыр да. Қысқа киіну жайлы. Бұл жерде бізде СДВГ деген ауру бар. СДВГ деген ауру постоянный нехватка энергии, концентрация болмайтын нәрсе. Оған постоянное внимание керек. Постоянное внимание керек. И ол вниманияның дозасын постоянно көбейту керек. Қазір қыздар туралы айтып жатсың. Иә. В целом білесіз ба, что женский клуб жоқ. Асылса жабылып қалады, банкрот болады. Себебі ояққа әйелдер бармайды. Неге женский клубтар көбейді? Жоқ, именно билейтін клубтар ше, ішетін. Чисто әйелдерге арналған. Әйелдерге арналған банкрот болады сразу. Ұзаққа созылмайды ол. Бірден жабылады. Әйел адамдар ол жаққа тек билеу үшін барамыз деп өздерінің жігіттеріне айтпай ма? Бірақ та олар банкрот болып жабылып қалып отыр. Значит, әйел адамдарына внимание керек қой на самом деле. Сол жерде вот жігіттер укачать етеді. Жігіттер оларға қарайды, олармен билейді. Там дальше больше деп кетеді олар ше. Яғни біз бір моментті түсіну керекпіз. В целом даже гүлдің индустриясы да бұл СДВГ ауруының кесірінен. Даже СДВГ ауруы бұл жақында шыққан аурулардың бірі, өте массивный түрде. ТикТоктан, тағы да басқа зиянды нәрселерден, что постоянный дофаминовая зависимость, что сенде постоянный дофамин керек саған, сенде постоянный 15 секунд сайын, 3 секунд сайын кадр ауысу қажет. И адамда постоянный проблема болады, и ода постоянный нехватка болады, и бұл әйел адамдарына побольше действует. Әйел адамдарының неге психически нездравый болғандайын в целом общество қалап отыр. Даже сізде, вот Бишімбаев деп жатсыз ғой, это же государственный нәрсе. Государство спонсирует еткен нәрсе емес па? В целом бүкіл нәрседен, бүкіл жерден, бүкіл әлемге көрсеткен. Енді оның да бір қол сұққаны бар, бірақ жаңа бастап оборот алып кеткен кезде барып, может, ары қарай буст беріп жіберді ма деп ойлаймын да. Чей интерес? Егер де ол государственный интерес болмаса, отвлечь внимание дейсің ғой. Олай айтсақ та болады, но реклама болды определенный ше. И Бишімбаев енді қалай көрсетті в целом, что әйелін ұрады, әйелін өлтіріп қойды деген сияқты болып ше. И оны көрген әйел адамы, естественно, ода расстройство болады, ода страх пайда болады. И ол контент кеткеннен кейін басқа әйелдер де осы жайлы өте қатты қозғап бастады. И оны біздің жас қыздар көріп жатыр да. И оларда страх пайда болады. Әйел адамда эмоциональный проблема болған кезде, ода СДВГ болған кезде, ол больше покупка жасайды. Сіз Қазақстанда, тек Қазақстанда косметика соңғы жылы қанша миллиардқа сатылған білесіз? 4 миллиард долларға сатылған косметика. Бұл біздің военный частқа бөлінетін суммадан бірнеше есе көп та. Яғни әйел адамның психикасын құртқан сайын, ол больше эмоциональный покупкалар өте көп жасайды. И сол себепті это интерес бизнеса. Не біз түсіну керекпіз, егер де киноларда біреу темекі тартып тұрса, это интерес табачный компаниялардың интересі, и оларға башлять етеді ақшашы. Вот. И то же самое бұл жерде определенный бизнесмендердің интересі бар. Сол СДВГ болған кезде әйел адамдар не істейді? Инстаграм жүргізеді. Инстаграм қандай платформа? Жігіттермен танысуға арналған платформа. В целом негізі осылай қарасақ болады. Либо сен ол жерден, либо ТикТокты да алып қарайық, Инстаграмды да алып қарайық. Сен либо ақша табасың, либо адам істемейсің.
негізі осылай болу қажет та. Любой платформа солай. Сен потребитель болмау керексің. Егер де сенің мақсатың адамдармен танысу болса, тогда это не здраво, да, это ше, потому что сен уақытыңды босқа құртып жатсың. Болмайтын әңгімелерге, болмайтын заттарға. И әйел адамдары, чтобы әйел адамдарында да конкуренция өте қатты да, қызғаныш әйелдер арасында өте қатты. Себебі қазақта сөз бар, әйелдің жауы әйел деген ше. И олар в целом еркектен гүлді не үшін сұрайды? Чтобы басқа әйелдердің көзінше, басқа қыздардың көзінше өзін выше сезіну үшін. Көрдіңдер ма, менің жігітім осындай деп ше. И жігіті басында гүл береді. Потом ол тағы сұрайды, әйел адам. И каждый апта сайын болған қалайды. И беріп атыр. И то же самое бұл жерде наркота сияқты дозировканы үлкейту керек. И олар подарок побольше. И әйел адам вип-казашка болады. И ондай әйел адам Инстаграм жүргізгеннен кейін не істейді? Естественно, басқа самецтер қарайды оған. Басқа еркектер қарайды. И не істейді? Олар да подарок жүріп істейді. И өзінің жігітінен, өзінің күйеуінен побольше қымбатырақ сыйлық кеткен кезде әйел адам ойланады. Не, ублюдок қой мынау, маған қымбат сыйлық бере алмай жатыр. Маған, может быть, еркекті ауыстыру керек. Себебі әйел адамның функциясы өзінің потомствосына нағыз еркекті, самый лучший еркекті, ақша жағынан да, половой жағынан да, самый лучшийін қалайды да ол ше. И когда аяқтан уже побольше еркектерді ол көрген кезде, ол уже ауыстыруды ойлай бастайды. Сол себепті әйел адамның Инстаграм жүргізуі в целом, егер де ол жақтан ақша таппайтын болса, немесе чисто әйелдерге арналған контент түсіріп сөйтіп істемейтін болса, менің ойымша өте қате дүние. Бірақ енді қазіргі Инстаграмның күніне келетін болсақ, көбісі сөйтіп внимание үшін жүргізеді. Мысалға жаңағыдай тиктокта, инстаграмда билейді, жай ғана қысқа мини киіп алады, билейді там. И бір қарасаң уже 500 мың, миллион подписчигі бар, рекламалары 4 миллион, 5 миллион тұрады. Көп қондай қазір. То есть вроде тоже сауда көзі, яғни ақшаның генерациялау жасап жатқан жері айтқанда. Ну, в целом біз бір моментте түсіну керекпіз да, ол әйел адамдары потом өзгеруі мүмкін ғой. Жамылуы мүмкін, хиджабқа келуі мүмкін деген сияқты. А до этого ол қаншама видео салып тастады да. Біз өте көптеген қыз балдарды көреміз, яғни бұрын сондай образ ұстанған, потом өзгерді олар. Потом хиджабқа келді. Бірақ та бүкіл соцсетиден солардың бұрынғы видеоларын сала береді да. Айландырып сала береді. Бірақ та ол ана әйел адамына қалай тиетін адамдарға қызық емес та. Бізде просто басқа адамдар басу керек та. Вот, это же сол моментте түсіну керек та. В целом әйел адам жауапкершілік алған кезде ол еркек болады. Ақша табуды ойлаған кезде ол еркек болады. В целом әйел адам не үшін ақша табумен айналысады вообще? Потому что өзінің еркегі ақша таба алмағаннан кейін, өзінің жігіті ақша таба алмағаннан кейін, сен чортсың, сен ақша таба алмағаннан кейін мен жұмыс жасап сенен больше тауып отырмын. Өзін просто еркек адамнан выше қою үшін, и оны унижать ету үшін в целом көбісі сол үшін ақша табады. Сол себепті в целом еркек адамдары, егер де сіздердің әйелдеріңіз, қыздарыңыз сіздерден қарағанда көп табыс табатын болса, сіздер естеріңіз жию керексіздер. Возможность болса, өздеріңіз полное обеспечение жасап, өздеріңіз жауапкершілік тауып, өздеріңіз бағу қажетсіздер. Енді бұл жерде менің ойым, әйел адам жалпы ақша үшін деп табыс таппау қажет. Яғни ол толықтай келсем, еркек адамның жауапкершілігі, материалдық обеспечение, не ішем, не жейм, не кием деген сұрақтарды толықтай еркек адам жауы керек. Кешеде осы сол туралы жаңағы Сәуле ханыммен де талқылағанбыз. Және де бұл жердегі меніңше әйел адамдар кәсіппен, жалпы жұмыспен, ақшамен хобби ретінде айналысу керек та. То есть қажеттіліктен емес, ұнатқандықтан, андай анағыдай через силу емес, жаңағыдай ләззат арқылы, бір сүйікті іс арқылы реализация жүреді. То есть адам өзін бақыт сезінеді. Енді көбінесе өкінішке орай қоғамда бұл жерде еркектердің де әлсіз тұстарын айта өту керек деп ойлаймын. Өйткені қоғамда әйел толықтай еркекке сеніп жауапкершілік беріп қойғандықтан, мысалға көп адамдар, мысалға любой қазір коучты
психологтарды алсақ, көбісін алатын болсақ, олар, как правило, керемет келін болып үйге түседі, артынан абьюзге тап болады, сосын ол өмірін құртып тастайды, сөйтіп ажырасады. Содан кейін барып ол әйел, вообще менің ойымша ең мықты адам өмірде, мен сондай бір өзім бір вывод жасағанмын, ең мықты адам ол жаңа жалғыз басты аналар бар ғой, сөйтіп жүріп бизнес жасап жүреді ғой, сол адамдар мен үшін ең мықты адамдар да. Вот реально мен одан артық то есть если сен мысалға өз басымда еркек басымен ана кәсіпті бастайсың, бір жерде проблема болады, ашық айтқанда банкрот болдым, иә, мысалы 4 жыл производствомызды дамыта алмай қалдық. Ал мына жерде бір әйел адамдар күйеуімен ажырасады, 2 баламен 3 баламен жүреді де, каким-то образом манағыдай адамның наоборот мотивациясы күшейіп кетеді ғой. Бірдеме қылып манағыдай ана жерден бір обучение алады, кредитке алады, бүйтеді, сөйтіп бір психолог болып кетеді, коуч болып кетеді, әйтеуір бір аудиториясын жинап алады, и бір 5 миллион 10 миллион доходқа шығып отырады да. И оларды да түсінуге болады, и ол жерде де үлкен бір дыра бар да, меніңше. То есть еркектер қауымының атынан бұл жерде мен жаңағы осы айтылып отқан контексттің ішінде кішкене әйелдерді не то что қорғау, ситуацияға адекватты қарау деп санаймын да. Потому что бұл жерде әйел жақтан да белгілі бір еркектің рөлін алып кеткен үлкен бір жаңағыдай ақау бар, иә. Ол біздің еркек ретінде жауапкершілікті толықтай жаба алмай қалдық та, сол дыраны. И соның салдарынан әйелдер вынужденно ақша тауып отыр да. Ақша тауып отыр қазіргі кезде уже то есть қазір андай ой бар да қоғамда. Еркегің ақша тапса да, в любом случае сен алда не күтіп тұрған білмейсің. Сенде бір табыс көзін болсын дейді да. Что не дай бог сен еркегімен ажырассаң, бір жағдайлар болып қалса, там форс-мажор деген сияқты, сен бір табыс көзін болу керек деген сияқты бір. И бір жағынан біз жаңағыдай манағы осыған дейінгі айтылған әңгімеге келсек, то есть әйел адам табиғатында, иә, домашний жаңағы үйдің жалпы берекесі, баланың тәрбиесі, жаңағыдай баланы емізу өте маңызды, то есть ананың сүті сияқты ешкім олай бере алмайды да. Ол как бы табиғат, ол просто. Ал одан бөлек манағы материальный сбытты еркек адам жабады деп оған жауапкершілікті беріп қойса, әйел адам рискует. Потому что еркекке де тұрақтылық жоқ деген сияқты. Сол үшін бұл жерде бір айтқым келгені, тоже опять-таки бұның да бір екінші сторонасы бар. То, что әйел адамдарға мүмкін емес расслабиться. Еркектерге тастап расслабиться ету практически қазір қоғамда қиын да, реально. Потому что жаңағыдай жағдайлар, өзіміз сол қоғамда өмір сүргесін көріп жатырық, иә. Енді тақырыпты осы жалпы ары қарата өрбітсек осы тақырыпты, иә. Жаңа сен айтып өттің, осы қазір мына сенде клуб бар ғой, иә, дискомфорт, еркек адамдар құртып жатқан ол комфорт, яғни дискомфорт арқылы сендер бір белгілі бір контекстте ары қарай дамып жатыр. Жалпы еркектердің қазіргі несі қандай? Просто мынадай нәрсе бар да, кез келген жағдайға мен былай бақылаушы ретінде қарауға тырысам да, бір баға бермей, жаңағыдай былай айтқандай кез келген баға ол біздің субъективті көзқарасымызда негізі. Оның қаншалықты объективті екенін оны өмір көрсетеді да негізі. Сол үшін мен ойлаймын, бір нәрсеге мынау дұрыс, мынау бұрыс деп баға беріп тастау ол қиын. Өйткені біз сондай қиын қоғамда өмір сүріп жатырмық та. Енді еркектердің белгілі бір бойларын мен білемін. То есть жаңағыдай әйелдер мынадай деген сияқты. И әйелдердің де өзіндік жаңағыдай сұраныстар, запростар, бойлары бар да. Бірақ сен осы салада былай айтқанда, орысша айтқанда варить етіп жүрген адамсың да. Енді жаңа айтып кеттің сен, примерно әйелдің рөлін, еркектің рөлін айттың, иә. Тестостеронға қатысты айттың, то, что жауапкершілікке қатысты. Қандай мына біздің қоғамда қазір Қазақстан әлемде ажырасудан екінші орында екен да. То есть бізде қоғамда, значит, проблем көп. Осыған қатысты ары қарата қандай жалпы проблема бар осы жерде? И вообще не себеп біздің ажырасудан вообще әлемде біз екінші орында тұрмыз да қазір? Бұл жерде в целом сіз айтқандай әйел адамдары өздеріне енді потомствосын жалғастыруға и при этом оны өмір бойы обеспечивать ететін еркекті таңдау
оларға лотерейный билет та в целом ше. Қаншама жігіт бар, и соның ішінен біреу шығу керек. Біреу омен до конца болу қажет. Сол себепті әйел адамдар сіздерге айтқым келеді. Оның ақшасына қараңыздар. Қараңыздар, бірақ та ақшадан бөлек оның мужествосына, оның жауапкершілік ала алуына, сөзінде тұра алуына, өзін ұстануына, и сізге деген, сізге ет сияқты қарап емес. Ет сияқты қарау деген сізге қысқа киінуге разрешение беруі, там без разрешения сыртқа шығуыңызға бір белгі беруі, бұның барлығы сізге андай бір мән бермеуінің негізгі себептерінің бірі да. Сіздердің айтуларыңызбен бұл абьюзер деген жігіт. Бірақ та именно сол жігіттер өздерінің әйелдерін былайша айтқан кезде былай қызғанатын еркектерді сіздер таңдау қажетсіздер. Егер де сіздер просто ұзақ уақыт бойы бірге болғыларыңыз келсе. Енді қараңыздар. Сол жаңағы айтқан нәрсе ғой, что өзгереді деп күтпеу керек ешкімді. Өзің өзгеру қажетсің. Себебі біздің айналамыздың барлығы бұл айна. Айна. И в целом әйел адамдары страховканы көбейткен сайын, жаңағы сол жаңалықтарды көріп алған сайын не істейді? Ол страховка жинай бастайды. Коучтардың айтуы да өте көптеген. Мен дұрыс емес деп айтпаймын. Бірақ та егер де сен ақшаны черный деньги жинайтын болсаң, черный ден болады да. Егер де сен ажырасып кетсем, бүйтіп кетсем, даже менде махрдың идеологиясы ұнамайды да мағанша. Махр, мен күйеуім ұрып қалсам, мені обеспечивать ететін зат керек. Ол как будто үйленіп отыр, уже күйеуінің өлгенін күтіп отыр да. Это же ненормально. Басқа ниетпен алуға болады осы ақшаны. Бірақ та уже сәл негативный нәрсемен істейді да. И сол негативтерді позитивке айландыру қажет. Одан кейін мен бұл жерде жаңа айтып жатсыз ғой, типа қорғап атқан сияқты болып қалып жатырмын деген сияқты болып ша. Егер де мен чисто еркектерді қорғайтын болсам, мен өзімнің клубымда оларды гнобить етпейтін едім. Ақша табыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер. Ей, оян, тұр деп білмей өйтіп айтпайтын едім да, что оларға былайша айтқан кезде өте көптеген бізде енді сексуальный жағынан да бізде еркектерде білім аздау, тағы да басқа жағынан білім аздау, половой жағынан енді білім аз да біздің қазақ тілі контентінде. Қазақ тілі аудиториясына білім өте аз, и рынок өте бос. Егер де сіздердің определенный ерекше контенттеріңіз болатын болса, рынокқа кіріңіздер. Сіздер ауадай қажетсіздер. Қайталап бір-бірлеріңізді түсіре бергеннен көрі. Лучше әртүрлі нишалар бар. И барынша әлі ешкім істемеген нәрселерді істейтін болсаңыздар, сіздердің көрермендеріңіз болады. Енді мен именно бұл жерде клуб жайлы айта кетсем да, именно. В целом ол жақта не бар? Ол жақта мен ешқандай еркектерді қолдап. Қанша адам ол клубта? Телеграмда ғой да? Иә, телеграм канал бар бізде. Ол платный. И ол жерде бізде 500-ден астам еркек бар. Клубтың ашылғанына 9 ай уақыт болды. Бізде клубтың саны төмендеп жатқан жоқ, артып жатыр. Яғни былайша айтқан кезде адам бір рет ақша төлеп, потом шығып кетіп жатқан жоқ та. Яғни бізде сен түсіну керексің, бұл жерде подпискамен сен ақша төлейсің, и сен ай сайын ақша төлеп отыру керексің, егер де клубтың ішінде болып, сен білім алып, сол жердегі еркектермен араласқың келсе. Ол жерде 500 жігіт бар, и 9 ай болған. И адамдардың саны көбейіп жатыр. Значит, ол жерде дұрыс нәрсе айтылып жатыр ғой. Ол жерде енді не айтылып жатыр вообще? Неге адамдар подписканы продлевать етіп жатыр вообще? Осы мәселені түсіндіріп берсем. Ол жерде бізде еркектерге керек барлық нюанстар айтылған, барлық проблемалардың шешімі айтылған. И әлі айтылады да. Біздің мақсат клубтың санын 10 мыңға жеткізу. Клубтағы жігіттердің саны. Главный жігіттердің проблемасы из-за того, что барлығы енді порнография көріп болған, барлығында енді самооценкасымен проблемасы бар, өзінің половой мүшесі бар, и оны біз рынокта қандай бал сату, тағы да басқа сату, что саған көмектеседі деген сияқты простатит демейді деген нәрселердің қаншалықты өршіп кеткеннен жігіттерде проблема өте көп екенін түсінсек болады да. Ешқандай бал керек емес, ешқандай VR қажет емес ондай дүниелер. Барлығын тренировкамен емдеуге болады. Сіз егер де барлығын по плану істейтін болсаңыз, сол клубта енді бізде барлық нюанстар айтылған, воздержание қалай істеу керек, жаттығуларды қалай жасау керек, именно половой отношения ұзақ болу үшін сен даже өзіңнің мүшеңе 4-5 сантиметр қосқың келсе, и бұл бос сөз емес, істеген адамдардың почти
отзыв жазғандардың барлығында результат бар. Кім істеп көрді, барлығында результат бар. А бұл қазір бәрінде проблема. Барлығы өсіргісі келеді, барлығы недовольны. Өсіргісі келеді, клубқа кір, жаттығуларды істе, мен айтқан бағдарларды іш, и все будет у тебя хорошо. Самое главное доверие. Потому что адам сенген кезде, даже андай зерттеу жүргізілген, адам қолсыз туылса да, Құдай сақтасын ондай аурулардан. Кейбір аяқсыз туылады, либо кесіліп қалған заттар болады да, авариядан. Адам қатты сеніп бастаған кезде оның өсетініне ода определенный нелер бөлініп бастайды. Сол микрофлоралар бір-біріне қосылып тіріліп бастайды. И даже біз осыдан түсінсек болады. Сенің сенімің, сенің даже аяқ қолдарыңды өсіруіне бір определенный талпыныс жасайтын болса, сенде уже бар заттарға, ол естественно ол заттар өседі. Бойды өсіру, табыс табу. Яғни біз ол жақта енді айтып жатырмық қой, что әйел адамдары там бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп ше, жігіттерге қатты талап қойып жатыр. Енді бізде рынокта енді өте көп деген курстар бар. Арбитраж деген курстар бар. Субаренда, тендер, бизнес, дропшоппинг, айта берсек өте көп деген нишалар бар. И мен не істедім? Бұл жерде енді біз гормональный фондарды айтып жатырмыз, олардың психический состояниялары, мышлениялары нормальный болсын деп. И при этом мен не істедім? Мен сол рыноктағы топ нишалар бар ғой, самый главный спикерлардың барлығын клубқа спикер қылып шақырамын да. Что ол жерде олар өздерінің главный курстарын, сол 500 мыңға, миллионға сатып жүрген курстарының барлығын ол жерлер, яғни осы жердегі жігіттерге от души береді ол барлығы. Яғни оның бағасы еще бар жоғы айына 5-ақ мың теңге да, 5 мың теңге. Что бүкіл курстарды біз енгіздік. Сенің жұмысың просто клубқа кіресің, айтқан заттарды істейсің, ақша тапқың келе ма, өзіңнің запросың бойынша іздейсің, потом не істейсің? Сол мен айтқан кнопкаларды бас деген кнопкаларды басасың и просто ақша табасың, и өзіңді больше лучше сезінесің. И сені при этом өзіңнің қалаңнан орта таба алмай жүрсең, допустим, сен, например, Жетісайда тұрасың да, например, и Жетісайда сен, может быть, өзіңе жақсы орта таба алмай жүрсің. Там тағы да басқа ауылда жерлер бар. Біздің клубта 500-ден астам адам бар. И каждый қалада, каждый ауылда как минимум 1-2 адамнан, немесе Алматы қаласында 60 адам, Ақтөбеде 70 адам, Батыста осындай адам, яғни как минимум 30-50 шақты адамнан бар. Әр қалада. Өзіңе орта таба алмай жүрсең дамушы. Онда сен клубқа кіру арқылы өзіңнің қалаңнан таба аласың. Даже мен группалас, класстас, көршілері, что клубта танысып атқан көріп отырмын да, что олар и так көрші, олар да кірген, и солай вообще жақсы араласып кеткен да. Өйткені олардың внутренний ценностары бір-бірінен ұқсас, себебі білімді бір жерден алып жатыр. Вот, осылай. Құндылықтары бірдей адамдардың қауымдастығы дейсің. Бұл жерде енді менде осы жақын арада 30 күні уже ертең біз арғынды жаңағы нейросообщество құрылтай деп аталады. Құрылт AI деп тоже сондай контекстте, то есть жасанды интеллектке қатысты манағыдай нақты табыс табатын связкалар, бизнесте, жұмыста, кәсіпте қалай енгізуге болады, әртүрлі. Өйткені ондай қауымдастық бізде жоқ. Және жалпы менің ойымша Telegram деген курсқа қарағанда бірнеше есеге тиімдірек. То есть курстан сен айтқандай ең кем дегенде курсқа нарықта қанша тұрады? 50 мың тұрады шығар. Ең арзандары мысалы 100 мың тұрады, 200 мың тұрады. Мысалға кеше жасанды интеллектке қатысты курстарды мен скриншотпен жібердім. 299 мың деп сұрап тұрды. 500 мың, сол скидка, ойбай бүгін алсаң 299 мың дейді. То есть манағы қалай и чат-боттар жасауға болады, қалай цифрлық аватарлар жасауға болады. Мысалы мен өз парақшамда жаңа цифрлық аватар арқылы 20 мың подписчик жинадым да, 2 айдың ішінде. Сол связкалардың бәрін берем. И ол курсты сатып алсаң, сен 300 мыңға сатып аласың, ал Телеграмға кірсең, менде жаңа доступ 15 евро болады ай сайын, там 7900 теңге, еще 30 күні кіргендерге 5500 теңге. И действительно сен белгілі бір құндылықтарды, құндан ақпаратты сен намного арзанға ала аласың да. Одан бөлек соның ішіне сен айтып отқан сияқты чаттар болады, адамдар бір-бірімен араласады. То есть жасанды интеллект тақырыбында бір жаңа білім іздеп жүрген, тәжірибе іздеп жүрген адамдар бір-бірін табады, идея алмасады, практика алмасады. Сенің тақырыбыңда ол уже еркектердің контекстінде жүрген манағыдай белгілі бір принциптары бар еркектер уже мысалға ол, например, ол жаңағы Жетісайда сен айтқанда, и ол
өзінің ортасында әңгіме жараспайды. И оған сол контексттегі адамдар керек та. Ойын түсінетін, сөзін түсінетін, и екеуі как бы бір жаққа қарап тұр да, бір бағытта қарайды. Сол үшін жалпы қауымдастық деген нәрсе менің ойымша енді жаңа курстардың келесі деңгейі да. Өйткені ол егер арзан болса, ол егер саған курстағыдай белгілі бір уақытта бір айдың ішінде білімді алдың, сосын расход емес, ал сен ары қарата сол қауымдастықпен взаимодействие жасай аласың да. Поэтому меніңше ол тиімдірек әлдеқайда. Тиімдірек, бірақ та бір момент бар да. Енді мен 9 ай бұрын аштым ғой бұл клубты. Менен кейін адамдар ашпады деп ойлайсыз ба? Барлығы ашты. Өте көп адамдар бұл рынокқа қарай өтті, бірақ та аз уақыттың ішінде бұлардың барлығы жабылып бастады. Неліктен? Себебі бұл жерде бір момент бар да. Егер де мен гүл сататын болсам, менің қызым бар. И екі вариантты көрсек. Либо ол қызға менің әйеліме гүлді мен апарам, либо курьер апарады. Отдача қалай болады? Екеуі бір гүл. Қыз қайсысында больше эмоция сезінеді? Курьерден ба, әлде менен ба? Бірақ та екеуі бір нәрсе ғой. Естественно, менен. Себебі мен артығымен істеймін да. Артығымен апарам. Егер де бұл клуб мәселесінің адамдар сол енді жасайтын кезде, егер де сіздерде бұл затты жасағыларыңыз келсе, бір момент бар да. Сен беру керек нәрседен больше бермейтін болсаң, и сенің айтып жатқан заттарыңнан адамдарға искренность сезілмейтін болса, адамдар оны ешқашан продлевать етпейді. Сол себепті қазір клубтар ашылды, жабылды. Мен өте көптеген клубтарды көрдім. Бәрі жабылып қалады. Неге? Потому что адамдар просто сезімді. Бұл жерден де курс сияқты, енді курста түсіну керек сіздер. Возврат деген нәрселер өте көп. Анау деген возвраттар. И адамдар енді соның өзінде ақша тауып қалуға тырысып жатыр да там. Бірақ та клубта бұл нәрсе жоқ та. Сен постоянно отдающий позицияда сен бола алмайтын болсаң, сен даже минусқа кетсең де, сен адамдарға больше деген нәрсені істей алмайтын болсаң, онда клуб жабылып қалуына вероятность өте көп. Вот. Сол себепті құнынан құндылығы артсын дейсің ғой. Өте арзан болу керек. Бұл жерде бағада емес та мәселеші. Бірақ баға бұл 5000 теңге деп тұрмын ғой. Егер де сіздер қазір кірсеңіздер, бірақ бұл баға өседі Алла қаласа. Вот. Бірақ та бір ниша ашайын деп жатқанын мен сезіп тұрмын да. Клуб ашу деген. Адамдарға ашып беру. И бұда опыт. Мен адамдарда аз деп ойлаймын. Вот. Егер де сіздерге керек болса. Телеграмға қатысты мен тоже сенің былай как маркетинг жағын айтатын болсам, сенің қазір транслировать етіп жүрген дүниең ол Эндрю Тейт бар, Америкада. Примерно ұқсайды нелерің, контекстің ұқсайды. Сосын Маркарян бар. Маркарян Ресейде, шатаспасам қазір 65 мыңдай подписной базасы бар. Примерно сол контекст Маркарян осы примерно осындай еркектердің контекстіндегі идеология, жаңағыдай еркектер мынадай болу керек деген сияқты өзінің сондай қауымдастығы бар. Жалпы жаңағыдай как ниша ретінде, нарық ретінде қарайтын болсам, әрине ол курста просто жан жоқ та. Курста жан жоқ негізі. Ал бұл жерде жан бар. Өйткені адамдар негізі мен 2018 бен 2022 жылғы аралығында біз чемпионы деген жоба жүргіздік. Біздер чисто энтузиазммен бастап кеттік. Богуславский деген бір кісінің лекциясын тыңдап қалып, Яндекстің сооснователі. Содан кейін шығып 5-6 жігіт болып жаңағыдай өзіміз үшін тегін просто бір-біріміздің алдында цена слова, бір айдың ішінде мен мына мақсаттарға жетемін деген сияқты. Егер оны орындамасам, мен мынаны сенің алдында уәде беремін, ақша қойып тастаймыз, бір нәрсе қойып тастаймыз, сөйтіп келісіп бастап кеттік. Сөйтіп бір ай жасап ұнап қалды да бізге. Таңға 5-те тұрамыз, мақсаттарымызды қоямыз, белгілі бір контекстте бір-бірімізге поддержка береміз. Содан кейін бір екінші потокты уже бесплатно запустили. 250 адам болды. Үшінші потокта уже ақша қалдық. Потому что физически біз үлгермейміз. Ход 10 мың ба, сондай болды. Сөйтіп 3 мыңның үстіне адам өткіздік біз 2022-ке дейін. Осы Алматыда таңғы 6-та тұрамыз, аптасына бір рет обязательно в обязаловка кәдімгідей жүйелі түрде тауға шығамыз. Мұзды суға шомылу, сатху шиге тақтайға тұрамыз. Бір сағат жаңа челлендж жарысып бір-біріне. Сондай бір контекстте істедік.
Ол кезде адамдар екінші поток, үшінші поток, 22 поток өткіздік. Көбінесе бір адамдар кіре беретін. Не үшін? Өйткені біз енді біреуін өткіземіз, бітіріп тастаймыз, арасында бір айдай ба, бір 2 апта перерыв болады, қайтып бастайсыз. Көбінесе ана адамдар қайтып келеді да, көбінесе. Не үшін? Өйткені ана адамдар бір-біріне уже қауымдастық деген сол да, бір-біріне іздейді, сосын өздері сияқты ойлайтын, ойын өзгертіп жатқан, даму үстіндегі адамдарды іздейді да, сондай контексттегі. Сол контекстте өз-өзін керек адам сезінеді. То есть басқа жерде оны түсінетін адамдар аз да. Сенің қауымдастығында да примерно солай деп ойлаймын да. Біріншіден сенің идеологияңмен олардың жаңағыдай ұстанымдары сәйкес келеді. Екіншіден сен лидерсің ғой, сенің артынан жүреді ол жерде. Как бұл жерде тыңдап отқан, жалпы ниша іздеп отқан адамдарға жалпы маркетингтік тұрғыдан пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Жалпы Telegram болсын, өйткені бұл жерде жан бар. То есть сол достар, онда осы жерге дейін қараған көрермендерге эфиріміз сәл аяғына қарай таяп қалды. Бір конкурс жасап жіберсек. Ережесін енді өзің қалай ыңғайлы болады, или комментарийға, либо басқа вариант па, өзің бір айтсаң, қандай вариант? Бұл видеоның сіздер определенный жерін нарезка жасап өздеріңіз білесіздер, монтаж жасайсыздар ма? TikToktан болсын, Instagramнан болсын. Самый большой просмотр жинаған, яғни бүгін қаншасы? Бүгін бізде 28-і. Сентябрьдің 10-ына дейін ең көп просмотр жинаған видеоға мен просто 100 000 теңге атайын. Вот, от души чисто. Сентябрьдің 10-ында оны өзі қалай білеміз? Оны күні... Ол адам жібереді, жинаған адам. Жинаған адам жібереді. То есть, ұмытпайсыңдар, сентябрьдің 10 күні Қанекеңнің өзінің парақшасына директіне жібересіңдер. Отметь ету керек. Отметь ету керек міндетті түрде, сосын 10 күні ссылкасын жібересіздер. Сол кезде жіберілген ссылкалар бойынша өзі қарайды, сосын сториста бір жерге куә ретінде салғызады, чтоб міне осы адам осындай жинаған деген сияқты. Сөйтіп белгілеп, 10 күн аз болып қалмай ма? Разница жоқ, негізі қай күн деп өзіңіз қойсаңыз. Ана обычно роликтар бір разгонять етеді ғой. 15 алайық минимум. 15 дейік. Но в целом сіздер түсінсеңіздер болады. Бұл клубта жоқ адамдарға. Клубта бар адамдарға, оларға и так каждый 20 000 просмотрға ақша беріледі. Сенде уже сондай жүйе, ол жақта бізде тоже самый адам көп, 70-тен астам фан аккаунт бар. И каждый 20 000 просмотрға 5 000 теңгеден алып отырады. И то же самое просто так на ход ногиге нормально ақша деп ойлаймын. Сол себепті бізде клубта ақша табуға варик вообще көп. Конкурсты жаңағы не істейді, қорытындылайтын болсақ, бастап осы видеодан нарезкалар жасайсыз, TikTok, Instagram, Reelsқа саласыңдар. Ең көп қаралым жинағанды сентябрьдің 15-інде Қанекең жаңағы сіздердің отметь етіп директіне жіберген сообщение арқылы белгілейді, сосын жариялайды. Жариялағанды сол стористе жариялайтын болады. Сол осы жерге дейін қараған көрермендерге рахмет, айтарың болса? Айтарым, егер де сіздер клубқа кіргілеріңіз келетін болса, бізбен бірге дамып, біздің ценностағы еркек болып, өзіңіздің высший версияңыз болғыңыз келетін болса, онда клубқа кіру үшін сіз Instagram парақшаға, менің Instagram парақшама еркек сөзін жазатын болсаңыз, сізге автоматический форматта бот клубқа кіру керек бойынша полный ақпарат жіберілетін болады. Еркектерге айтарым, сұрамаңыздар, қайғырмаңыздар, депрессия деген нәрсе жоқ. Тестостерон выше болған кезде ол нәрсе болмайды. Өздеріңізді қолға алыңыздар, жыламаңыздар, айырыңыздар, тоқтамаңыздар, қопарып тастаңыздар. Ешкімнің сөзіне мән бермеңіздер. Ассалаумағалейкум. Осымен аяқтаймыз достар. Қош, сау болыңыздар.